Сәлем қыздар. Бүгін сіздермен бірге балды тортты дайындайтын боламыз. Балды торт ең оңай әрі дәмді торттардың бірі. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, көріп болған соң пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ендеше бастаймыз. Балды тортқа қажетті заттардың бәрін дайындап аламыз. Алдымен жай отта 100 грамм балды ерітіп аламыз. Осылай тоқтаусыз жаймен қозғаймыз. Жай-жаймен балымызды бөліп қойып, үстіне ас содасын салып, тоқтаусыз қозғаймыз. Яғни дәл осы көргендеріңіздей, сода салғаннан кейін ақ түсті көпіршіктерге айналады. Содан кейін жаймен араластырамыз. Үсті осылай сарғыш, қызғылт, алтын түстес болғаннан кейін сары майымызды, 100 грамм сары майымызды салып, ерігенше жай отта араластырамыз. Отты қатты қоймаймыз, күйіп кетуі мүмкін, сондықтан отты жай қоямыз. Майымызды жақсылап ерітіп аламыз. Бір келкі балды, соданы және майды араластырып алып, салқындатып қоямыз. Одан кейін осылай үй температурасында тұрған 4 жұмыртқамызды миксермен араластырамыз. Миксермен араластыра отырып, бір стакан құм шекерімізді, яғни қантымызды салып, жай-жаймен араластырамыз. Ақ көбіршік болып көтерілген кезде шекеріңізді бірден салмай, 2-3 бөліп салсаңыз болады. Ақ пена болып, көпіршік болып көтерілген кезде жаңағы балды қоспамызды 2 бөліп, немесе 3 бөліп қоссаңыздар болады. Арасында бір шай қасық тұзымызды салып жібереміз. Осылай ақ аппақ көпіршік болады. Енді үстіне жаңағы балды қоспаны жай-жаймен 2-3 бөліп құйсаңыз болады. Сол кезде сап-сары әдемі массамыз шығады. Ол массаға 1,5 стакан ұнды ерінбестен 1 қасық, 2 қасықтан қосып, массамызды жаймен бір келкі араластырамыз. Яғни ұн түйіршіктеліп немесе дұрыс араласпай қоюланып қалмау керек. Жай-жаймен осылай бөліп, 1,5 стаканды араластырып, масса дайындап, қоюлығын дәл осындай көріп тұрғаныңыздай болу керек. Енді осындай форманы сызып, яғни диаметр 22 сантиметрлік өлшемде сызып алдым. Соның үстіне массамызды қойып, формаға келтіріп салып алдым. Яғни қызып тұрған пеште 180 градуста 6-7 минут қызартып пісіріп алдым. Дәл осылай қалғандарында қойып пісіріп, жеке дара бөліктеп салқындатып қойдым. Формаға салған себебім, артынан жинайтын кезде қазір өзімізге оңай болады. Осылай менде корждарын пісіріп алдым. Балды торттың, менде балды торттың осындай дәл 6 данасы шықты. Жұмсақ үлпілдеген осындай корждар шықты. Енді кремін дайындаймыз. Крем үшін мен бүгін сметана мен қант ұнтағын пайдаландым.
500 грамм сметанға 100 грамм қант ұнтағын салып, жаймен араластырып шықтым. Енді тортымызды жинаймыз. Тортымызды дәл осылай бір келкі сметанный кремімізді жағып жинаймыз. Дәл осылай мен 5 данасын жинап, бірінің үстіне бірін салып кесектестіріп, біреуін бетіне сәндеуге алып қалдым. Осындай қолжетімді заттардан сіздерде торт жасап, күнделікті шайға қолдансаңыздар болады. Осылай жинап шықтым. Егер сіздерде жасап жатсаңыздар, мені белгілеп кетуді ұмытпаңыздар. Егер сіз көріп отырған болсаңыз, менің каналыма тіркеліп, басқада тағам түрлерін көрсеңіздер болады. Енді осылай шеттеріне қалған сметандарды жағып, кремдерді жағып, дәл осылай қолмен сәндеп шықтым. Өзіме ыңғайлы. Алып қалған бір дана қоржынды осылай сәндеу үшін үккіштен өткізіп, осылай сеуіп, сәндеп шықтым. Міне тортымыз дайын болды. Енді сіздерге кесіп көрсетейін. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, түсі қандай керемет, және үлпілдеп ауызда еритін нағыз шаймен ішетін балды торт дайын болды. Дәмін көрейік. Өте жұмсақ, көріп тұрғандарыңыздай кремі сіңіп, дәмін енді айта алмайым, дәмін көрдім. Дәмі деген керемет, өте керемет, сөз жоқ. Сіздерде дайындап көруге кеңес беремін. Дәл қазір тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыз.